Сингапур никуда не спешит. Кажется, что Сингапур даже устраивает ничья. Я уже говорил о том, что Такаюки Нишигая, это вратарь, это тренер сборной Сингапура. 50 матчей сыграл в своей карьере ничью, то есть это достаточно большое количество. Он сыграл чуть больше, чем выиграл и проиграл. Поэтому, может быть, эта игра тоже завершится в ничью, но не хочется в это верить. Мы хотим увидеть гол, болельщики этого хотят. Время от времени они напоминают, что нужен гол. Вот, хорошая передача. Но, увы, гола до сих пор нет. 0-0. Но тут уже даже Валерий Кичин, смотрите, как сейчас кого он ругал? Мне кажется, Алимардана Шукурова, да? Штанга, ну посмотри вот этот момент. Почти гол. Почти гол. Жақсы, бұл дағы бізден құрама голға жақындады дегенден хабар береді. Бұл дағы жылыш бар дегенден білдіреді. Жаңа жақсы ниетпен Эрнис Батырқановқа пас шығарған, бірақ Эрнис Батырқанов топқа жетіп бармады. Бірақ дағын осы бізден чалуланады. Қазір кімге? Бұл жақта атандаш команданың ойыншысы ғана бар. Жана Сингапур өзінің қарсы чалуын шығуға әрекетін жасаған. Бірақ Валерий Кичин авалды толық көзөмөлдөп тұрған. Атандашынан топты тартып алды. Борбордық бөлігі шығарылған пас өз дәрегіне жетпеді. Екінші толқын менен чаул игілікті құланбады. Қазір топты Сингапур құрама командасы қапталсыздықтан топты ойынға қосады. Екінші таймдың алғашқы минуттары бірінші таймға салыштырмалы жақсы, себебінде есіңіздерде болса, бірінші 45 минуттықта тескерісінше Сингапур қауіпті чауылдарды көріп жасаған, топқа көріп кейінік қылған. Әлеме бірінші таймдың орта өтшейінден 10 минуттан кейін ғана бізден ойыншылар топты өздерінің қарамағында өткеріп алышқан. Азыр болса, тескерісінше екінші тайм башсалар замат бізден ойыншылар атандаш команданың жарым таласында жана чауыл артынан чауылын ұйыштыруда. Борбордық бөлікте топ үшін күрес Тен Абдрахманов бұл жерде Қалыстың пікір бойынша ережені бұзған. Андықтан ойын таласының борбордық бөлігінен топты Сингапур ойыншылары қоша. Дарро ұзын пас бұл жақта Айпайынчаның ішінде екінші қуатта Сингапур ойыншылары мықты. Жана Алимардан Шукуров игіліксіз топты атандашқа қалтырған екен. Жана алсалатына ұзатқан соққы тақтық жетішкен жоқ. Жана Ержан Тоқотаев топты ойынға қошуға даярдануда. Деме, алмашулар жөнінде айтып тұрған болсақ, Сингапур Дарро бір алмаштыруды жасады. Деме, бізден алмаштыручу азырынша алмаштыруды жасай едік. Деме, Дармазан артты бұрчында дегенше Сингапур қайрадан чауылды. Айпайынша ішіне соң ұзаттуға бар жана. Жақшы, біз үшін жақшы. Мені топ бір тәуле Дармазадан биік кетті. Жана соң ұзаттуға әрекетін жасаған чауылчу Сон Ю Янг. Бірақ Ержан Тоқотаев бардығын көзөмөлдөп тұрған. Топ бір топ биік кеткендігін дағы ал жақшы бағамдаған. Сарайып қазым көрсетуші керек себебінде атайлап аттан түртті Гүлжігит Алыққұлов бұл жерде біраз жарақат алып қалғандай. Қырғызстан ұлттық командасының медициналық штабының өкілдері Дарро ойынға аяғының үстінде жүрқап шықты. Гүлжігит Алыққұловқа бізде сол қалайбыз бардығы жайында деген пікірдеміз. Әлеме Сарайып қағазын 17-ші қатар санындағы Ирфан Фанди. Ирфан Фанди бірінші таймдадағы ереже бұзған. Бірақ анда башқы қалыс
Сингапурдық ойыншыны кечіріп қойған. Бұл рет сарайып қағазын көрсетті. Әділетті шешім әлбетте. 17-ші қатар санындағы ойыншы бірінші таймда Ереженді көп мұзды. Топты жақшы жөнде алған жоқ. Фархат Мұсабеков, кешіресіздер. Фархат Мұсабеков Тұран командасының ойыншысы. Топты жақшы жөнде албады егерде, ұшыл жерде топты жөндегенді. Андан ары соққы ұзатуға мүмкіншілік жаралмақ. Қайрат Жығалбекұлы өте мықты бас шығар. Негізінен Қайрат мен Фархат көп жыл ұлттық құрамада ағачейін дордойды, бір-біріне мықты өнектер. Сингапур командасынан 7-ші қатар санындағы ойыншы Сонг Ю Янг. Бұл жерде қайталауда сөз түрді көрілі. Біздің ойыншылар қайсыл жерде қата кетіреді. Чаулдың башталышын көрсетсек болмақ. 7-ші қатар санындағы ойыншы дарбазашымен бірге бір шығып Ержан Тоқотаевты оңойылы алдады. Бұл жерде борбордық қорғаушылар әлбетте. Ну, однозначно здесь не стоит винить Токотаева. Я думаю, что должны были защитники что-то делать, но Ержан Токотаев, ну что мог он сделать в этой ситуации? Сөз сүрді, егерде Ержан Тоқотаев бұл жерде сейфші сағында ал батыр болмақ, әлеме өткер олғанда аңды біз анти-батыр деп айтуға оғыз бармайды. Сөз түрде ешқандай күнөз жоқ, қорғаушылар бірге бір атандашты жіберіп жіберген. Негізінен қорғану бөлікті біздің командада көйгөйлер бар екендігін көрудесіздер. Азыр алмаштыру Сингапур командасынан Мухаммед Фарис Рамиль ойын таласын таштап кетуде. Анын орнында 11-ші қатар санындағы Мухаммед Хафиз Ндор майдан үстіне шығуда. Еме бұл тактикалық алмаштыру, чағылшының орнына чағылшы шықты. Жана башқы насатшы Нишигая Такаюки өзінен шакиртен қуаттап ойын үшін рашылық білдіруді. Манайы көтерілді сөз түрде Сингапур командасы алдыға шығып алды. 1-0 есебінде қырғыз ойыншылары алдыға ұмтылышу керек. Башқы насатшы мүмкін алмаштыру жасай базыр. Өзінің жардамшысын даушыл алмашудағы даушыл денелерін жібітіп жатқан ойыншылар тарапқа жөнетуді. Алдыңғы мүнеттерді менімше алмаштыру орына. Безусловно, нужно что-то менять в игре нашей команды. Это было заметно и в первом тайме тоже. Хорошо играет в откате Мищенко. Ну а дальше что будет? А дальше забирает мяч. Ну а впереди никого не оказалось. Он пошел назад. Но только вот сейчас он пасует на Буджигита. Итак. Но пока такое ощущение, что наш тренер не собирается менять никого. Ну, Эрбол Атабаев, наверное, мог бы быть. Я видел его игры за Абдышату, за Динамо Махачкалу тоже. Но, в принципе, он играет вполне себе хорошо.